Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қабыну белгілері және заңдылықтары. Бүгінгі сабақта қабынудың даму сатылары жайлы және де қабыну классификациясы жайлы айтатын боламыз. Қабыну әртүрлі себептердің әсерінен туындайтын тоқыманың зақымдалуына қарсы бағытталған кешенді, жергілікті, қан тамырлық мезенхималық реакция болып табылады. Қабыну реакциясы зақымдаушы агентті аластауға және зақымдалған тоқыманы қалпына келтіруге бағытталған. Қабыну үш даму сатысынан тұрады. Біріншісі альтерация, екіншісі эксудация, үшіншісі пролиферация. Альтерация дегеніміз зақымдану жасушалардың, жасуша аралық заттардың, нерв таяқшаларының, қан тамырларының дистрофиялық, некробиоздық немесе некроздық бүлінулері болып табылады. Эксудация зақымдану ошағында қан тамырлық өзгерістердің, гиперемия, лейкоциттердің иммиграциясы эксудацияның басымдылығымен сипатталады. Ол көпшілігінде жиі өтетін процесс болып табылады. Эксудациялық қабыну сарысулы, фибринді, іріңді, геморрагиялық, катаральды, шірей қабыну түрлерінде және де аралас қабыну түрінде кездеседі. Эксудативті қабынудың екі түрі болады. Біріншісі сарысулы қабыну, екіншісі геморрагиялық қанталап қабыну. Сарысулы қабыну дегеніміз қабыну ошағының құрамында 3-5% протеин, атап айтатын болсақ альбумин, глобулин бар, ұйымайтын су сияқты сұйық эксудат жиналуымен сипатталады. Сарысулы қабынудың мынандай түрлері болады. Сарысулы қабыну домбығу, сарысулы қабынып шемендену және де күлдіреп қабыну. Геморрагиялық қанталап қабыну майда қантамырлар қабырғасының өте ауыр зақымдануымен және эксудат құрамында эритроциттердің мол болуымен сипатталады. Себептері жіті өтетін сепсиске тән өзгерістермен сипатталатын инфекциялық аурулар, атап айтатын болсақ топалаң, тілме, пастереллез, шошқа обасы, иттің парвовирустық инфекциясы. Қоздырушылар өсімдік және жануарлар текті аурулар. Альтерацияның түрлері. Альтерация алғашқы альтерация және де салдарлық альтерация болып екіге бөлінеді. Алғашқы альтерация флагогеннің тікелей әсерінен дамиды. Салдарлық альтерация алғашқы альтерацияның зардабы зат алмасу өзгерістермен, қабыну дәнекерлері әсерімен байланысты. Фибринозды қабыну. Фибриногенге бай, жалқақтың жиналуымен сипатталады. Фибриноген биологы жергілікті тромбопластин факторларының әсерінен фибринге айналады. Фибрин жіпшелері сірлі қабықтардың үстінде түк сияқтанып, айталық жүрек эпикардын басып қалады. Фибрин жіпшелерінің басып қалу тереңдігіне байланысты фибринозды қабынудың крупозды және де дифтеритті түрлерін ажыратады. Қабынудың дифтеритті түрінде пайда болған фибрин ағза қабырғасына бойлай сіңеді. Оның ақыры фибриноидты некрозбен аяқталады. Крупозды қабыну көбінесе сірлі қабықтарда кездеседі. Пайда болған фибринді қабыршақ оңай сыпырылады. Некрозының тек үстіңгі қабатында ғана байқалады. Іріңді қабыну жалқақтың құрамында лейкоциттер көп мөлшерлерде шоғырланып қалуына байланысты. Сол жердегі тірі және өлі лейкоциттер, макрофагтар, белокқа бай жалқаяқ, ыдыраған жергілікті ұлпа барлығы қосылып ірің құрайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.